Баршаңызға сәлем. Қарақат Әбелдина күйеуі Қыдырәлімен қарым-қатынасын айтып берді. Әнші кең үй салып жатқанын оқырмандарынан жасырмады. Үй салу, жөндеу жұмыстары кезіндегі қызықты әрі келеңсіз жайттарымен бөлісті. Демалғым келеді, стройка жібермейді, дейді әнші. Биылғы жаздың қалай өте шыққанын да білмей қалдық. Әне-міне дегенде оқу басталады. Жөндеу жұмыстары, көшу, қону деген оңай емес екен. Салмағын бір адамдай сезініп жатырмыз. Бұрын біреу әзілдеп айтып еді, ремонт біткенше жолдасыңмен бірнеше рет ажырасып қосыласың деп. Сол демекші, отағасымен кейде барып қаламыз да кері қайта қоямыз. Орекеңдер мұны приятные хлопоты дейді. Бала-шағамен алаңсыз өсіп өнетін үй болсын деген тілек қой біздікі. Арасында баратын жерлеріміз бар. Сөйтіп жүргенде жаздың соңғы айына да жетіп қалыппыз. Уақыт қандай жүйрік. Жылда жаза балаларын теңізге апарып, денелерін тұзға пісіріп, арнайы уақыт бөлетінін тілге тиек етті. Әншінің айтуынша балалары суға түсіп демалуға үміттерін үзбей жүргендерін айтты. Өнер иелері әзірге оған уақыт таппай жатыр.